Бізде не үшін иман әлсіреп жатады? Сіздер мен біздер білеміз, жалпы мүміннің екі қанаты болу керек. Ол біріншісі Аллаға деген үміт, екіншісі Алладан қорқу. Бізде осы екі қанаттың өкінішке орай Аллаға деген үміт жоғарырақ болып кеткен секілді. Неге? Өйткені бізге мынандай ойлар келуі мүмкін. Намаз оқимын ғой, ең болмағанда Алла кешіретін шығар, мүмкін жәннатқа кіретін шығармын осы намазмен деген секілді. Немесе Алла мейірімді ғой, кешіретін шығар деген секілді күнә әрекет жасасақ та, жай күндерде де біз не істейміз? Алланың мейірімді ғой дейміз де, амалдарымызға немқұрайлы қараймыз. Ал Алладан қорқу қанатымыз төмен түсіп кеткен, сол себептен біз күнделікті оқып жатқан намазымыз болсын, басқа құлшылығымыз болсын, зарядка секілді дәмін сезе алмай жатамыз. Неге? Өйткені біз Алладан қорқу деген біздің жүрегіміздегі сезінетін сезім төмен түсіп кеткен. Яғни, егер де сізде Аллаға қорқыныш басым түсіп кететін болса, түніліп өмірден өмір сүргіңіз келмейтін болса, онда Аллаға үмітті арттыру керек. Алайда керісінше болып жататын болса, Алла жаңағыдай намазды қаза қылып қойдық, немқұрайлы қараймыз ба, немесе күнә әрекеттерді, немесе ұйқыға көп берілеміз бе, тамақты көп жейміз бе, онда бізге Алладан қорқу деген сипатты көбірек арттыруымыз керек шығасы. Енді бүгін осы Алладан қорқуға байланысты ізгі солих кісілер, немесе пайғамбарымыз осыған байланысты, оған Алланың салауаты мейірлі болсын, не айтқан, осыған байланысты тоқталып кетсек. Алладан қорқып жылаудың артықшылығы туралы пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мейірлі болсын, былай деп айтқан: Алладан қорқып жылаған адамға сауылған сүт омырауға қайтпайтындай оған от тимейді. Яғни біз омырауымыздан сүт шығады ғой, оны қайтадан орнына кіргізе алмаймыз, Дәл солай Алладан қорыққан адамға не дейді? Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мейірлі болсын, оған от тимейді дейді. Міне, Алладан қорқып жылаудың, Алладан қорқып күнәдан тыйылудың артықшылығы осындай екен. Енді осыған байланысты, қорқуға байланысты ізгі амалдар, ізгі солих кісілер не деп айтқан? Алладан қорқу дейді, біріншіден дейді, егер жүрекке қорқыныш орнаса, ол құштарлықты жойып, дүниені кері қуады. Яғни, мына дүниеге біз беріліп кетпейміз. Өзімізге керек мөлшерде ғана, оны жүрегімізген сүйіп, жаңағыда ол үшін уайымдап, терең ол нәрсеге батып кетпейді екенбіз. Егер де біздің жүрегімізде шынайы Алладан қорқу біздің жүрегімізге орнайтын болса. Екіншіден, Алладан қорқу дегеніміз іште және сырттай күнәдан тыйылу. Үшіншіден, кім Алладан қорықса, оған ешкім зиян тигізе алмайды. Ал кім өзгеден басқа қорқатын болса, яғни Алладан басқа нәрседен қорқатын болса, оған ешкім пайда тигізе алмайды. Яғни кейде бізде мынандай жағдайлар болып жатады, біреу біздің артымыздан өсектеуі мүмкін, ғайбаттауы мүмкін, немесе жаңағыдай біз жасамаған нәрселерді бізге айып ретінде тағуы мүмкін, Сол кезде біз сол пенденің алдында ақталмайтын болсақ, яғни Аллаға тапсыратын болсақ, Алла тағала не істейді? Сол жерде пендені ақтап шығады екен. Ал біз ақталатын болсақ, онда Алла тағала не істейді? Ол пендені өз-өзіне қалдырып қояды екен. Өз-өзіне қалдырып қояды. Ол кезде пендені өз-өзіне қалдырып қойса, онда жағдайымыз қандай болатынын сіздер мен біздер білеміз, Мысалға Айша анамызға жала жабылған оқиғаны білеміз, Сол кезде Айша анамызды зина жасады деп жала жабады. Сонда барлық адамдар сол жақта, қаншама адамдар Айша анамызға сондай істемеген амалды не істейді? Жауып, сол Мекке халқында өсек тарай бастайды, Айша сондай зина жасады деп. Сол кезде Әбу Бәкір не істейді? Пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мейірлі болсын, кешірім сұра дейді. Бірақ Айша анамыз не істейді? Жоқ дейді, мен ол нәрсені жасаған жоқпын дейді. Яғни адамдардың алдарына барып та мен істеген жоқпын деп ақталған жоқ, мен тек Аллаға тапсырам деді. Нәтижесінде не істеді? Алла тағала Айша анамызды бүкіл адамдардың алдында аят түсіріп, сол жерде не істеді? Ақтап алды. Міне, шында да біз өмірде адамдардан емес, Алладан қорққан күйде Аллаға тапсыра білетін болсақ, Алла тағала бүкіл адамдардың алдында өзінің құлын не істейді екен? Ақтап шығады екен. Енді салихалы адам жалпы не нәрседен қорқады?
егер де біз салихалыққа жеткіміз келетін болса, онда бізде осы нәрселерден қорқуға тиіс екенбіз. Ол ең бірінші күпірлік, яғни Аллаға тән емес сипаттарды беру, немесе Аллаға сиыры қосу, осындай нәрселерден біз не істеуіміз керек? Жасаудан қорқуымыз керек. Екіншіден, салихалы адам ақыры жаман болудан қорқады. Яғни соңғы өмірім, соңғы менің жан тапсыратын, мына жанымнан тамшыдай жаным үзілетін күні денемнен, сол кезде мен жанымды қалай тапсырам деген мүміннің бойында қорқыныш болу керек. Енді бізде қазақтарда да байқасаңыздар, көп бұрынғы бабаларымыздың ішінде бар. Алла, мені Рамазан айында ала көр, мені сәждеде жатқан күйінде ала көр, мені жұма күні ала көр, ізгі амалым үстінде ала көр деп дұға ететіндер болған. Міне осындай адамдар не істейді? Ақыры өзінің жан тапсыратын күнін уайымдайды екен. Яғни салихалы болғысы келетін адамның әрбір адамның бойында бұл не болу керек екен? Осындай уайым болу керек екен. Үшіншіден, күнәдан қорқады. Күнә әрекет тұрса, жайбарақат оны жасай салмайды. Мысалы, таң намазынан ұйықтап қалдық. Тура бір ұйықтап қалдым ғой деп тұрып намазды оқи салу емес, сол ұйықтап қалған намазы үшін мүмин адам істейді, уайымдау керек. Субханалла, мен ұйықтап қалдым ғой. Раббым осы үшін мені жазаламай ма екен? Раббым, Алла тағала, мені кешір деп біз не істеуіміз керек? Ұйықтап қалған болсақ, шынайы тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, келесінде олай жасамауға тырысуымыз керек. Яғни салихалы адам күн әрекеттерді бейқам қарап жүре бермейді екен ол нәрсеге. Төртінші, тәубе етпей өліп кетуден қорқады. Яғни күн әрекет жасап қойды ма, бірден ол адам не істейді? Алладан кешірім сұрайды. Сол үшін өкінеді, сол нәрсені келесінде жасамауға тырысады. Бесінші, дүниеге беріліп кетуден қорқады. Яғни мына дүниеге адам беріліп кетсе, ақыретін ұмытып қояды. Салихалы адам сол себептен мына дүниеге берілуден қорқады екен. Сіздер мен біздер де дүниеге беріліп кетуден қорқуымыз керек. Алладан шынайы дұға етуіміз керек. Ақыретімізге мол сауап жинауымыз керек. Ақыретімізді уайымдап, өзімізді, жүрегімізді сол күнге әсемдеуіміз керек. Алладан қорқу тақырыбының бүгін дәрісіміздің жартысы бітті. Енді Алла қаласа жарты бөлігі келесі дәрісте айтатын болам, Алла қаласа. Сол себептен дәрісті жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Және де бұл өзгелердің тыңдауына сіз де себепкер бола аласыз. Сол себептен тіркеліп, менің мына жерде тұрған комментарияға не ой түйдіңіз, осы дәрістен соған байланысты ой түйіңізді бөлісіп кетсеңіз болады. Ал келесі дәрісте бұл Алладан қорқудың ізгі адамдардың, пайғамбарымыз қалай Алладан қорққан, осыны қозғайтын боламыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.